Қазығұртта тойдамыз ағайын. Аллаға шүкір сапарымыз сәтті болды. Қазір барып ұйықтамасақ өзіміз танымай келатырық, короче. Қазығұрттамыз бүгін. Ал баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай. Біз Қазығұртқа аман-есен жеттік ағайын. Аллаға саған шүкір, міне. Қасымда Есен деген жігіт бар. Есеннің арқасында Есен аман жеттік деп қойды. Бүгін құрметті достар, қазіргі уақытта білесіздер, ақша керек болып қалса, амал жоқ кредит алуға тура келеді. Егер де кредит алу алмай жүрсеңіздер, қиналып жүрген болсаңыздар, 1 миллион теңгеден 3 миллион теңгеге дейін несие шығарып беруге Эльмира қарындасым сіздерге көмектеседі. Төмендегі ссылкаға өтсеңіздер, Қазақстанның кез келген екінші дәрежелі банктермен жұмыс жасайды, сіздерге толыққанды информация береді. Обнал, жаңағы обналичка бар, товарный кредиттерді ақшаға айналдыру деген сияқты, жалпы несие шығарып беру секілді барлық услугаларды четко жасайды. Қазір төмендегі ссылкаға тезірек өтіп Эльмираға жазсаңыздар, сіздерге осы тұрғысында көмектесіп береді. Басты шартымыз несие тарифтарың жақсы болу керек. Несие тарифтарың жақсы болса, жақсы бола тұрып несие шығара алмай қалатын кездер болады. Сондай ситуацияға орнып жатсаңыздар, төмендегі ссылкаға өтіңіздер. Эльмира қарындасым сіздерге көмектеседі. Қазір Forte One, Өзен, Home секілді жаңағы приложениялар арқылы 1 миллионнан 3 миллионға дейін несие шығаруға болады. Так что осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, төмендегі ссылкаға. Папарацци, не снимайте, пожалуйста. Вера жайлы ойыңыз қандай жалпы? Вера жайлы ойым нашар. Вьетнамға жігітпен бақтыңыз. Сол ұятсыздар, ужас. Не деген тәрбиесіздік бұл. Вьетнамға кіммен барған білетін шығарсыз, иә? Конечно. Оны білмеу мүмкін емес қой. Қайырлы таң. Қалайсыздар? Мынандай таңғы ас жемегенде қай заман? Бұрын вообще таңғы ас секілді жібермейтінмін ғой мен. Неше түрлі таңғы ас пісіріп. Қазір қайдан? Ұйқыдан тұрып айтып бірдеңе жеп аласың. Менде либо осындай таңғы ас болатын, либо коктейль ішіп алатынмын ғой. Стакан кофе. Менде бүгін шаруа көп. Балалардың новый мектебіне жиналысы бар. Соған кетемін. Күндерің сәтті өтсін.